Амансыздар ма балалар? Сәлеметсіз бе, мұғалім? Оқушылар 5-ші сынып бойынша қазақ тілі мен әдебиеті сабағын бастаймыз. Бірінші сәттілік тілейміз. Тұрамыз, сәттілік тілейміз. Қайырлы күн болсын, қайырлы күн болсын. Бүгінгі күн сізде қуаныша болсын. Отырамыз. Дәптерімізге бүгінгі күнді жазамыз. Мамырдың 16-сы, сынып жұмысы, сабақтың тақырыбы, батырдың балалық шағы. Дәптерді шашамыз. Жазамыз. Батырдың балалық шағы. Бүгінгі сабақтың мақсаттарына тоқтала кетейік. Бүгін біз сіздермен ауызша мәтін құрауға қазақ тіліндегі төл дыбыстардың дыбысталуын, үндестік заңын ескеріп айтамыз. Жақсы ма? Дискриптор ауызша мәтін құраймыз, 4 балл ойын жеткізе алады, 6 балл. Сіздер ауызша мәтін құрайсыздар, және де оны егер де жақсы жеткізетін болсаңыздар өздеріңізге, сіздер тағы да қосымша 6 балл аласыздар. Сонымен 10 балл. Жақсы ма? Бір өз-өздеріңізді бағалайсыздар. Енді жаңа сөздерге тоқтала кетейік. Бүгін сіздермен біз тыңдалым бейнематериалын тыңдайтын боламыз. Біріншіден осы сюжетте кездесетін сөздерді жазып аламыз. Жазып үлгермей жатсаңдар, мен сіздерге қағазға жазып бердім, сондықтан жаңағы үлгере алмасаңыздар, қағазға жазып қойдым. Енді оқушылар бейнематериалға назар аударамыз. Қазір мен сіздерге бейнематериал сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Сол материалды мұқият тыңдаңыздар. Сол бойынша біз қазір жұмыс жасайтын боламыз. Ғабит Мүсіресовтің патриоттық тақырыпта жазылған қазақ солдаты романы «Алқаш» 1945 жылы «Қазақ батыры» деген атпен повесть түрінде жарық көрді. Арада 5 жыл салып 1950 жылы жазушы шығарманың өңдеп толықтырып романға айналдырған. Романда Ұлы Отан соғысының отты жылдары майдан өмір суреттеледі. Шығарманың басты кейіпкері Қайырыш Сарталиевтің прототипі Қайырғали Смағұлов Ұлы Отан соғысында бақылаушы болып, Кеңес одағының батыры атанған жауынгер. Ол тағдырдың ауыртпалығына қарамастан, ары мен жанын таза сақтап, туған елін шексіз сүйген ұлы. Романда оның отан алдындағы адалдығы, сүйген аруы, ақ ботаға деген пәк махаббаты, анасы мен достарына деген мейірімі, кіршіксіз салдап көңілі шынайы суреттеледі. Қаламгер Қайырыштың бейнесі арқылы Ұлы Отан соғысы кезіндегі халықтың ерлігі мен бірлігін,
батылдығы мен шыдамдылығын асқан шеберлікпен көрсеткен. Жақсы. Ендігі осы тыңдалған материал бойынша қазір біз сіздермен келесі тапсырманы орындаймыз. Бейнесюжет бойынша ауызша мәтін құраймыз. Суретті пайдаланамыз. Сіздерге мен 3 минут уақыт берейін. Осы уақытқа дейін алдыңғы тақырыптарда өткен сөздерді бәрін есіңізге түсіріңіз сурет бойынша. Мысалы, осы бірінші сурет бойынша қандай сөз ойларына келеді? Мына сурет бойынша. Соғылыс. Соғылыс, жақсы. Мына сурет бойынша Ғабит Мүсірепов. Ғабит Мүсірепов ол қандай роман жазды? Қазақ солдаты. Қазақ солдаты романы не туралы? Не туралы? Соғыс туралы. Қандай соғыс? Екі дүниежүзілік соғыс. Екі дүниежүзілік соғысы. Жақсы. Оқушылар, сол романда тағда не суреттеледі? Не туралы айтылады? Халықтардың бірлігі немесе әртүрлі ұлттардың достығы жайлы суреттеледі. Тағда басты кейіпкері кім? Ол кімнің прототипі? Қайрош Смағұлов ол прототипі, негізі басты кейіпкері Қайрош Татарбек, ал негізгі өмірде болған Қайрош Смағұлов. Тағда бала кезінде Қайрош не істеген? Не істеген? Кім болған? Мына бойынша, мына сурет бойынша қандай сөздер естеріңізге келеді? Бақташы және сиыршы болған. Сол ауыл өмірден қашып, ол қалаға келгенде қалаға қашқан. Тағда Қайрош Смағұлова қандай атаққа ие болды? Қандай атаққа ие болды? Жоқ, ойлағанымыз. Какое звание? Қазақ батыры тағда жауынгері тағда кеңес одағының батыры атын жаңа берген. Осы міне сіздерге кішкене көмектесіп берді. Осы сөздерді құраймыз. Өзіміз мәтін құраймыз және де тақтада айтамыз, тақтаға шығып айтамыз. Жақсы, кеттік. Дайындаламыз, жазамыз өзіміз и жауап береміз. Составляем маленький текст, да, и рассказываем текст. Можете подглядывать, можете читать. То есть дайындаған мәтіндеріңізді оқуларыңызға болады. Сіздерге 3 минут уақыт беріледі. Kaldır Allah. Бірден шығып, сурет бойынша әңгімелеріңізде болады. Егер естеріңізде сөздер қалса. Александра. Оқып беріңізде болады. Жоқ, тақтаға шығыңыз.
жазды. Мусиреповтин улы атаны сугысы жылда адзылдагы халыктан достыгы туралы романы. Чыгы романы басты кейіпкері Кайрош. Басты кейіпкер фашистерге шабуыл жасады. Кайрош жетимы балды және балалар үйінде өсті. Кайрош Кайрғали Смағұловтың прототипі. Кайрғали Смағұлов кеңес одағының батыры болды. Жақсы. Тағы сенімдірек. Қатты оқиды ше? Кайрғали Смағұловтың. Жақсы, Александр. Мешкина. Романы Батылдық, Шыдадалық, Жеңіс, Адалдық бар. Жақсы. Тағы да Павел. Кайрош Смағұлов, қазақ батыры. Кайрош Смағұлов прототипі. Жақсы. Тағы да кім мәңгі құрады? Мәтін тағы да кім құрады? Жақсы оқушылар, бүгінгі жаңағы сабақ бойынша сіздер не білдіңіздер, не туралы білдіңіздер, сол бойынша рефлексия жасаймыздар. Мына рефлексия алма ағашына кімге түсінді, кімге кішкене, мысалы, қызыл алманы деп сұрасыздар, иә? Қызыл алма, ол мен бәрін түсіндім деген жаңағы белгіні білдіреді. Сары алма, мен көп нәрсені түсіндім, үйрендім, көңіл күйім жақсы. Жасыл алма, мен түсінбедім, көңіл күйім жоқ. Соны оқушылар мына жерден алып, жаңағы тақтаға жапсырыңыздар. Значит, қызыл алма, мен бәрін түсіндім, көңіл күйім тамаша. Екіншісі, мен көп нәрсені түсіндім, үйрендім, көңіл күйім жақсы. Ал жасыл алма, мен түсінбедім, көңіл күйім жоқ. Кім қандай мына жерден алып жапсырылады? Жақсы. Жасыл алма, мысалы қызыл алманы сіздер жапсырасыздар. Егер бәрін түсінген болатын болсаңыздар, көңіл күйім жақсы, мен бәрін түсіндім. Все, понял, да?